День первого президента – это действительно уникальный праздник, потому что посвящается истории суверенитета нашей страны. Тұңғыш президент не арналған мемлекеттік мереке, расында да бір тарихи мереке. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихта өзінің қалдырған ізі өзгеше деп айтуға болады. Біздің президенттің арқасында кеңес үкіметі кезінде дамыған ұлтаралық келісім, интернационалдық саясат, ол үзілмей жаңа институтта дами бастады, Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Сондықтан осы ассамблеяда жұмыс істей бастап, ұрпақ қазақ мәдени ағартуды басқара келгенде басында белсенді мүшесі болдым. Қазір басқарып жатырмын. Сол 10 жылдың ішінде бірнеше рет Астанада сессияның, Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиясына қатыстым. Сонда жылда біз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың баяндамасын тыңдап, әрқашанда жаңа идеяларына мен өзім ерекше таңғаламын. Сол жылдардың ішінде менің өзімнің тарихымда қалған 2014 жыл, сонда елбасының қасында президиумда мен отырған. Ерекше сол менің тарихымда қалатын өмір баянымның беті деп айтуға болады.